Достар, сіздер бүгін менің алғашқы видеомды көріп отырсыздар. Енді мен ретро звездінің соңына да келіп жеткен секілдімін. Мен мына прайм иконаны, яғни қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Менде ровно 1200 очко. Енді мен прайм иконаны ғана ашу ғана қалды. Міне бұл жақта Ван Бастен, Маттеус, Рональдиньо, Пуйол, Ван дер Сар, Гулден, Марадона, Пеле, Мальдини, тағы да Пеле, бірақ басқа позицияда, және Роберто Карлос, Занетти, Роналдо, Анри және Анри. Менің өзімнің ойымша маған Марадона мен және Рональдиньоның шыққанын қалаймын. Енді солар шығады деп үміттенемін. Бірақ бастысы Занетти, Ван дер Сар, Гуллет, Маттеус шықпаса, қалғанның бәрі маған ұнап тұр. Енді біз қазір қазір біз ашуға жақындаймыз бұл пакты. Және біз сіздермен Буриев Айдын және Буриев Айқын. Yang pernah Забрать бассейн, да? Дұрыс баспадың ба? Және бізге Пауло Мальдини түсуде. Мальдини. Вот это Мальдини. Бұл Мальдини менің өзімнің кумирлерімнің бірі. Сол үшін маған бұның шыққаны өте жақсы. Және мен ретро звездыларды аяқтадым. Және міне менің составым. Және де бізге Паоло Мальдини. Және бұның өсетін навыкаларын күшейтсек артық болмас. Және де бізге Паоло Мальдини түсуде. Қазір оның статистикасына көз жүгіртсек, отборы 112, 136 опека, 102 напор, 130 игра головой, 95 дриблинг. Бұл дегеніміз ол радуга футболдық тәсілін жасай алады, және 115 ускорение, 120 собранность. Бұның бәрі Мальдиниге тән қасиеттердің бірі. Және біз оны Фердинандтың орнына осылай қойсақ жақсы болар еді. Және мен менің составым осы. Сіздермен болған BBA Mobile KZ каналы. Жазылыңыздар, ставьте на колокольчик. Және мен осымен ең алғашқы видеомды аяқтаймын. Егер қателіктерім болса, келесіде түзетермін. Және мен осымен аяқтаймын.